Бауыржанды бір неге апарып тастайды, орыс отбасыға апарады. Бауыржан Момышұлы. Сол жерде орысша үйренуге, сондайға. Енді сөзбе сөз тура келмей қалуы мүмкін, бірақ та сол кезде Бауыржанның әкесінің інісі ма немесе әкесінің өзі ме екен, сол орыстың үйіндегі жаңағы енді орыстар жаңағы не қойып қояды ғой, сурет іліп қояды ғой, Мариям анамыздың суретін іліп қойып, соның қасына шам жағып, соған кішкене ғибадаттарын жасайды ғой енді Иса өздерінің. пайғамбар деп. Мынаған табынба. Сол ескертіп кетеді сол жерде Бауыржанға ше. Бауыржанға жаңағы айтып кетеді, мына суретке жақындама депші жаңағы. мына кейін жаңағы шошқан нелер болады, жаңағы ішетін 1-2-100 граммдар болады, осыларға жақындама деп сөйтіп бәрін ескертіп кетеді Бауыржанға ше. Мен де соны айтамын да. Өзіміздің дінді ұстайық. Жақындамайық, біздікі емес ол атеизм, енді үлкен темаларға не қылмай ақ қояйық. Атеизм, феминизм, тағы қандай изм бар, олар біздікі емес. Иә. Олар біздікі емес. Біздің жол Машһүр Жүсіп көрсеткен, Абай шәкәрімдер көрсеткен, үлкен ханафи ғалымдар ұстанған сахабалар, пайғамбарлар, осылардың жолы, Құран жолы осы.